Құрметті әріптестер, оқу-ағарту министрлігінің орта білім беру комитеті педагогтерді аттестаттау рәсімі бойынша 2016 жылғы 27 қаңтардағы нөмірі 83 бұйрыққа өзгерістер енгізуді дайындауда. Педагогтерді аттестаттауды автоматтандыру бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Жаңа жүйеде портфолио жинау толығымен алынып тасталады. Яғни мұғалімдерге қағаз портфолиясын жинаудың қажеті жоқ. Мұғалімдер тестілеуді тек оқытатын пәні бойынша тапсырады. Қазіргі уақытта электрондық платформаны әзірлеу жалғасуда. Бағдарламалық техникалық жұмыстар жүргізілуде. Бұйрық жобасы сарапшылармен және педагогтер қауымдастығымен талқылануда. Жаңа ереже 2024 жылы енгізіледі деп жоспарлануда. Жаңа ереже енгізілгенге дейін қолданыстағы аттестаттау ережесі күшінде болады. Қосымша ақпараттық түсіндіру жұмыстары барлық педагогтермен жүргізіледі. Сондықтан ресми дереккөздерге ғана сенуіңізді сұраймыз. Барлық ақпарат оқу-ағарту министрлігінің сайтында жарияланады.